Қайырлы кеш достар, біз иншалла Қараман атаның басындамыз және ол кісінің жер асты мешіті болған. Қазір сол жер асты мешітін сіздерге көрсететін боламын. Міне достар, бұлай мешітке кіреміз. Жүздеген жылдар бойы тұрған мешіт. Қабырғаның барлығы ежелгі замандағы қабырға. Бұл кәдімгідей жердің астында салынған мешіт. Осында адамдар білім алған, ілім алған, Қараман әулие ұстаз болып сабақ берген 4-5 бөлмеден тұрады. Неге? Мынау Қараман әулие атаның өзінің білім берген жері. Мынандай өзінің табиғи жарық түсетін жері бар. Неге қараңыздар. Осының барлығы жердің астындағы мешіт. Қараман ата ол Шопан атаның тікелей ұрпағы екен. Мына ғалымдар арнайы экспертизалар жасап көрген, дәлелдеген. Ал Шопан ата дегеніміз өте үлкен караматтар иесі болған деймін. Ал бүгін мен отырған жер сол кісінің жер асты мешіті. Осы жерде оқылған дұға тілектер қабыл болады дейді. Мына мешіттің ішінде жүрегімде туындайтын сезімдерді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сондай бір бейбітшілік, жанымда жұмсақтық, әдемі басқа ғасырға, басқа әлемге түсіп кеткен дейді. Бірақ энергиясы космостық тұрғыдан да өте жоғары деңгейде. Көңіл күйіңіз қалай? Әдемі, өте керемет. Ғажап, қандай ғажап, күнде болмайсың. Достар, деректерге сенсек, бұл мешіттің 12-ге дейін бөлмелері болған, бірақ бір кездері Құрандарды ұстап алып, Құран кітаптарды өртей бергендіктен адамдар сол кітаптарды осы мешіттің бір бөлмелеріне салып, көміп тастаған екен ата-бабаларымыз. Мәселен, мына жерде томдаған Құран кітаптары жатуы мүмкін, бірақ оны біз білмейміз. Қазір тек 4-5 бөлмесі ғана бар.